Бүгінгі видеода мен новыйдан шыққан брейнротпен видео түсірмек болғам. Алайда видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетеміз. Осылай болды. Мен укради брейнротты бірінші рет бастап тұрмын. Және де досым маған осындай брейнрот подарок етті. Маринтино ма не мынау? 20 миллион секундына береді екен. Және де қазір көп 1 миллион ба 1 миллиард ақша жинап алайықшы. 1 миллиард. Әлі бір ретте прокачка жасалмаған аккаунт. Ойынға кірмес бұрын осы брейнрот тұрады емес пе, білесіңдер ма? Сол брейнрот қой менде тұрған. Мен Лубини Пиццаниниді сатып алғанына қуанып жүрсем, досым маған осындай брейнрот подарок еткенде. Қараңдаршы, мына брейнроттың тұрысының өзі әдемі ғой. Мына брейнрот бар емес пе? Әлгі бір әнші ма, бір неге ұқсас, иә? Білесіңдер ма? Қазір фотосын қойып қоямын осы жерге. Базымыз жауып қоймасақ, мына қыз қайта кеп мен брейнротын зорламақшы ғой. Ей, мынау кіріп кеткеніші. Базым жауып үлгермей қалдым мен. Жоғалшы. Қазір біз ойыннан шығып қайтадан керекші, әйтпесе мынау қайта брейнротты ұрлай береді, надоел. Мен мына брейнротпен общий серверге кіргенім қате болды ғой деймін, походу. Негізі бізге неге кіру керек еді? Өзіміз сервер ашып алуымыз керек еді, сол жаққа кіру керек еді. Әйтпесе мынау брейнротымыз бәрі ұрлап кетуге тырысады. Өйткені новыйдан шыққан болғандықтан бәрінің алғысы келеді осы брейнротты. Маған осындай арыстан брейнроттарды сатып алған өте қатты ұнайды. Сол себепті солардан көп жинап аламыз ғой деймін. Мынау біздің брейнротымыз зорлап кетпесін. Базыны походу неге ашуға болады, иә? Кәдімгі Roblox-тарға ашуға болады, иә? Қанша Roblox кетеді? Және де мен Нобини Пиццанинидің қызыл түрін алғаныма мен қуанып жүрсем, ақшаларымыздың бәрін жинап алайық. Бізде 3 миллиард. Сол себепті біз ең қымбат бір брейнрот сатып алып көреміз ау деймін. Походу мұнда ең қымбат брейнрот әлі шықпаған сияқты, бір легендарка ма, бір мифический ма шықса жақсы болатын еді. Мына таблица нені білдіреді сонда? Адамдардың ақшаларын білдіре ме, или адамдардың базаларының рейтингі ма? Мына екінші таблица нені білдіреді? Білсеңдер комментарийге жазып кетіңдерші. 975 мың секундына береді екен. Нормальный секілді, иә? Ол мына жақта тағы да біреу келеді. Бұл осы жолы 650 секундына береді екен. 650 мың теңге ма сонда секундына беретіні? Миллионға сәл жетпейді екен, иә? Базымызды жаба салайық, өйткені брейнрот біреу ұрлап кетуі мүмкін. Менде аз-ақ секунд, 60 секунд тұрады. 120 секунд сондай тұрғанда. Мынау біздің брейнротымыз зорлап кетпесін. Қазір біз анау ұзын аппақ болып тұрған брейнрот сатып алып көреміз. Походу ақшамыз жету керек біздің. 47 миллионға сатып алдық. Слишком қымбат секілді мен үшін. Мынау біздің базымызға бармай тұр, орнынан қозғалмай тұр ғой. Или осы жерде тұра ма жай ғана? Тым түсінбедім ашты. Неге мен базыма бармай тұр? Мен сен үшін 47 миллион теңге құрттым ғой. Ой, мына тышқан алынып кетті ғой бізде. Қазір базыма барып соны кірген сәтіне удалить етсеңші. Қазір мен ең жаман брейнроттарын сатып жіберейінші. Походу маған уже керек емес. $2 беретін, $9 беретін брейнроттар. Мына жақта адам әлі аңдып жүр ғой мен бір екен мына брейнротымды. Әлгі қыз бар емес пе? Ойынның басындағы. Сол қыз әлі аңдып жүр ғой мен брейнротымды. Типа бакпен ана четінен алып кетпекші ғой жерден, иә? Ондай бак істемейді ғой. Қазір күте тұрыңдар, мен мынаны сазайын берейін. Мәссаған. Дөп басына тиді ма дедім ғой. Типа ана жаққа барып, қайтадан айналып келіп жатыр ғой, мен көрмей қалады деп ойлап тұр ғой деймін.
Базымызды жауып қоймасақ ана қыз қайтадан кіріп кететін сияқты. Мынадай болды сол қыз. Негізі бізге общий серверге кірмеу керек еді. Мына брейнроттар өте аз береді ғой. 300к, 1к деген. Маған кәдімгідей 1 миллион беретін бір брейнрот болса жақсы болар еді ше. Әлі 20 секундтай бар екен. Бір жақсы бір брейнрот шығып жатыр. О, мына домалақ брейнрот бізге 750 мың теңге береді екен. Ала салайық. 200 мың теңгеге. Походу өте арзан бағасы. Бірақ өзіне әкелетін ақшасы көп секілді ше. Мынандай адамдар назая болды ше. Артынан келіп барып ше. Базымызды жауып қоймасақ таңдайларға кіріп, брейнротымызды алып кететін сияқты. Брейнроттарымды есіктің аузынан алып қоймасам қазір ашылған кезде бүйтіп алып кететін сияқты ше. Қараңдаршы, біз уже 8 миллиард жинап алдық. 8 миллиард. Мына жерде менің сүйікті брейнротым кетіп бара жатыр ғой. Алып алайық, конечно. Базымызға осы нелерден, арыстандардан толтырып қоямыз ғой деймін. Мен үшін арыстан өте қатты әдемі брейнрот. Ана тышқан қайта-қайта сатып алынып кете берді ғой деген. О, мына жақта тағы да менің сүйікті брейнротым кетіп бара жатыр. Оны да сатып аламыз, конечно. Базымызды полный толтырып қоямыз осы брейнротпен. Бас жағына барып көрейік, сол жақта нормальный брейнроттар шығып жатқан сияқты ше. Алдымен базымызды жауып тастайық, содан кейін бірақ барамыз ғой. Шынымен де базым жабылмай қалған ғой бір кейін. Ана жаққа бір жүгіріп бара жатыр. Базыма кірейін деп жатыр анау. Жоғал, мен Марин түйінімді ұрламақшы ғой. Базымызды жауып қояқ, қайттан келіп жатыр. Мынау әлгі сол қыз ба қайта-қайта ұрлап жүрген. Мынаны қараңдаршы, базыма әлі бір талда прокачка жасамаған. Если прокачка жасасам, сонда менің мына брейнротым жоғалып кете ма? Хотя бы онда ақшамыз жинап алайық, ақша жоғалып кетпейтін шығар, иә, достар. Білмеймін енді. Ақша да жоғалып кететін болса, ол онда қызық емес сияқты ше. Укради брейнрот. Мына брейнротты сонда досыма беріп қойсам, сол кезде жоғалып кетпейтін шығар, иә? Прокачка жасап алып, сосын досымнан қайтадан алсам болатын шығар, иә? Мына қыз қайтпайды екен ғой. Әлі жүр ғой менің базымның айналасында. Ана бұрышта әлі тығылып тұр ғой менің. Брейнротымды ұрлап кету үшін ше. Жігіттер, ондай болмайды ғой. Мына адамдарды қараңдаршы. Походу шығып кетсем істемей қалу керек, қазір шығып кетеміз. Ал үлгермейтін шығар енді. Біз шығып кетсек брейнроттар жоғалып кетеді ше. Тез кірші, өтініш. Тез кірші, өтініш. Ана брейнротымды алып кеткен ғой достар. Негізі әділетсіз болды ше. 3 адам кеп, 3 адам жабылды ғой маған, 3 адам. Сол әлгі қыздың достары ғой деймін ше. Сол брейнротты алмайынша қоймады ғой деген. Негізінде мен оны видео түсіру үшін сол брейнротты арнайы 800 теңгеге сатып алған болатын. Ал бүгінгі видеомыз ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетеміз. Өкінішті енді брейнротымыздан айырылып қалдық.